Түйеқұс бұл жай ғана құс емес, табиғаттың барлық заңдылықтарын бұзған нағыз жүгіруші танк. Армысыздар, жануарлар шындық арнасының сүйікті көрермендері. Бүгін біз сіздермен ең үлкен, ең жылдам және ең ашушаң құстың құпиясын ашамыз. Қарсы алыңыздар, Африка түйе құсы. Көп адамдар бұл құсты қорқақ, қауіп төнгенде басын құмға тығып алады деп ойлайды. Бірақ бұл үлкен өтірік. Бүгінгі шығарылымда біз түйеқұстың басын не үшін жерге жақындататынын, оның асқазаны шеге мен тасты қалай қорытатынын және оның алып көздерінің құпиясын айтамыз. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін көріңіз. Экран астындағы подписаться батырмасын басуды және лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Түйеқұстың отаны Африканың кең байтақ саванналары мен жартылай шөлді аймақтары. Олар ыстыққа, сусыздыққа өте төзімді. Қазіргі таңда олар әлемнің түкпір-түкпірінде, тіпті біздің Қазақстанда да арнайы фермаларда өсіріліп жатқанымен, жабайы табиғатта олар тек Африканың ашық даласында нағыз еркіндікте өмір сүреді. Енді ең қызықты анатомиялық шок фактілерге көшейік. Түйеқұстың көзінің үлкендігі сондай, құрлықтағы барлық жануарлардың ішіндегі ең үлкен көз осы құсқа тиесілі. Оның бір көзінің салмағы кәдімгі тышқанның салмағымен тең. Ең сорақысы, түйеқұстың екі көзі оның бүкіл миынан үлкен. Бұл құстың ойлау қабілеті өте нашар, бірақ көру қабілеті 3-4 шақырым жердегі титтей қозғалысы да байқай алатындай өте мықты дамыған. Түйеқұс әлемдегі 2-ақ саусағы бар жалғыз құс. Оның артқы аяғындағы үлкен саусағында ұзындығы 10-12 сантиметрге жететін кәдімгі пышақтай өткір тұяғы болады. Түйеқұс қауіп төнгенде ешқайда қашпай-ақ жауын алға қарай тебеді. Оның бір тепкісінің күші адамның бас сүйегін быт-шыт қылуға немесе ересек арыстанның қабырғасын сындырып, ішкі құрылысын ақтарып жіберуге толық жетеді. Сондықтан Африканың ең аш жыртқыштары да түйеқұсқа алдынан келіп шабуыл жасауға жүрексінеді. Бала кезімізден мультфильмдерден түйеқұс қорыққанда басын құмға тығып алады деп көрдік. Бұл ғылыми тұрғыда мүлдем қате пікір. Шындық неде? Түйеқұс күндіз шөп, тамыр жеп жатқанда басын жерге өте жақын ұстайды. Алыстан қараған адамға оның басы құмның ішіне кіріп кеткендей көрінеді. Егер қауіп төніп қашуға кеш болса, түйеқұс жерге жата қалып, ұзын мойнын жерге созады. Осылайша ол арыстан қарағанда кәдімгі бұтаға немесе төбешікке ұқсап, камуфляж жасап тығылады. Бірақ ешқашан басын құмның ішіне тығып, тұншығып өлмейді. Түйеқұс негізінен өсімдіктермен, жәндіктермен, ұсақ кесірткелермен қорықпай тамақтанады. Бірақ олардың тісі жоқ, сондықтан тамақты шайнамай бүтіндей жұтады. Тамақты асқазанда ұнтақтау үшін түйеқұс кәдімгі тастарды, шегелерді, темір сымдарды әдейі жұтады. Міне қызық, ересек түйеқұстың асқазанында әрқашан 1 келіге жуық тас жүреді. Оның асқазан қышқылы сондай мықты, кез келген қатты металды уақыт өте келе мүжіп, қорытып жібереді. Көбею маусымында еркек түйеқұс жерді қазып, үлкен ұя жасайды. Оған отардағы барлық аналық түйеқұстар келіп, жұмыртқа салады. Салмағы 1,5-2 келіге жететін бұл жұмыртқа әлемдегі ең үлкен жұмыртқа болып есептеледі. Оның бір жұмыртқасы кәдімгі тауықтың 25-30 жұмыртқасына тең. Жұмыртқаның қабығы сондай берік, үстіне 100 келілік адам тұрса да сынбайды. Балапан жұмыртқадан шығу үшін оның қабығын басымен бірнеше сағат бойы соққылап, әзер тесіп шығады. Күндіз жұмыртқаны сұр түсті аналығы құммен бірдей болып көрінбеу үшін камуфляж жасайды, ал түнде қап-қара еркек түйеқұс оны басып жатады. Міне достар, біз қорқақ деп ойлаған түйеқұстың нағыз жауынгерлік сипаты осындай.
асқазаны темір қорытатын, бір тепкісі арыстанды өлтіріп жіберетін мақұлық жабайы табиғаттың нағыз феномені. Егер сіз осы уақытқа дейін түйеқұс басын құмға тықпайтынын білмеген болсаңыз, пікірге страус деп жаза кетіңіз. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сау болыңыз.